Бүгін біз сіздермен осындай әдемі, дәмді үлпілдек булочка пісіретін боламыз. Дәмі керемет, ішіне нутелла салып пісірілген. Ыстық күйінде бірден желініп кетеді, таңғы асқа күшті булочка болып шығады. Міндетті түрде жасап, рецепт соңына дейін көріңіздер. Каналда басқа да қызықты рецепттер бар. Тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен жылы сүт немесе жылы су құйып аламыз. 250-1 стакан жария береді. Одан кейін дрожжымызды аламыз. Кішкене араластырып жібереміз. Сосын қант саламыз. Бетін жауып 20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Дрожжымыз көпіршіктеніп тұру керек. Мұны араластырып жіберсеңіздер осындай болады. Одан кейін майды құямыз, сұйық майымызды. Сосын жарты чайная ложка разрыхитель саламыз. Ары қарай ұнды сала береміз. Үстіне ерітілген майымызды саламыз. Сливочный майды. Енді илеп тесто жасаймыз. Өте жұмсақ болу керек. Қамырымызды жақсылап илеп алғаннан кейін жылы жерге қойып қоямыз. 1,5-2 сағаттай. Қамырымыз ашығаннан кейін оны алып бөліктеп домалақтап қойып қоямыз. Видеода көрсетілгендей етіп. Домалақ етіп жайып аламыз. Сосын осындай нарезка жасап, булочкамызды ораймыз. Он 15 минутқа осылай бетін жауып қоямыз көтерілгенше. Жұмыртқаның тек сарысын жағамыз. Міне 180 градуста 40-45 минутта піседі. Осындай жұмсақ болып шығады. Таңғы асқа міндетті түрде істеп көріңіздер. Менің каналымда басқа да рецепттер бар. Бірден істесеңіздер жақсы шығады. Тіркелуді ұмытпаңыз.